Жалпы неше парыз бар? 40 парыз бар. Иманда неше парыз бар? Иманда 7 парыз бар. Исламда 5 парыз бар. Намазда 12 парыз бар. Дәретте 4 парыз бар. Ғұсылда 3 парыз бар. Таямымда 4 парыз бар. Білім алу парыз. Одан кейінгі екі мәселе, әйел кісілерге байланысты мәселе, хайыздан және нифастан тазарған кезде жуыну парыз. Соңғы 39-шы біз бір-бірімізді жақсылыққа шақыру парыз. Соңғы 40 не? Бір-бірімізді жамандықтан тыйып жүру ол парызымыз екен. Қазақта айтады, жаяудың үні шықпайды дейді. Осы қазір оқыған асыр намазды үйде оқысаңыз да болады. Бірақ мешітке келіп оқығанның себебіне есе сауап алдық? 27 есе. Дәл осыны сауапты алғыңыз келсе, үйде 27 мәрте асыр оқуың керексің дейді оламалар. Яғни 27 мәрте асыр өзің оқып ал, одан кейін барып жамағаттың деңгейіне жетеді деп айтады.